Еркектің жауапсыздығы отбасын жарға жығады. Отбасының тізгіні ер адамға жауапкершілік ретінде жүктеледі. Ол әйеліне пана, бала-шағасына қамқор адам. Осыны ұл балаға ержеткен шағынан айтып отыру ата-ананың бір міндеті болуы керек. Сонда бар ауыртпашылықты әйелінің мойнына іліп қоятын жауапсыз, жалқау, намыссыз еркектер болмайды. Сондай-ақ бақытты әйел көп болар еді. 1000 шақырымдық жол алғашқы қадамнан басталады деген сөз бар. Келінді бастан дейді біздің қазақ. Мен еркекті де бастан тәрбиелеп, жауапкершілікті ұқтыру керек дер едім. Менің қателігім, отбасылық өмірдің алғашқы күнінен бастап-ақ бар мәселені өзім шешуге тырысқаным. Біз студент кезде таныстық. Мен оның көркіне, әдемі сөзіне ғашық болдым. Сұңғақ бойлы, оған ғашық қыз көп еді. Бір күні жатақханада би кеші болды. Мен оны биге шақырдым. Сол күні біздің бөлмедегі қыздар ауылдарына кеткен. Мен жалғыз қалғанмын. Абай бөлмемде қонып қалды. Жай әңгімелесіп отырамыз деп ойлағанмын. Бірақ ол сезімге беріліп, өзін тоқтата алмады. Мен бастапқыда қарсылық көрсеткеніммен оның құшағына еріп сала бердім. Ал ол таңертең жатақханасына асықты. Кешір, пәк екеніңді айтқанда мен теспейтін едім деді де кетіп қалды. Осы кезде-ақ оның жауапсыз екенін аңғаруым керек еді. Әттең. Арада бір апта өтті, үндемейді, іздемейді. Бір күні жатақханасына өзім бардым. Ары қарай қайтпексің, осылай түк болмағанда жүре бересің бе дедім. Не істеуім керек деп темекісін тұтандырды. Үйленуің керек дедім мен де ойымдағыны лақ еткізіп. Мен дайын емеспін. Диплом алмай жатып үйленсе қиналып қаламыз ғой деп қипақтады. Бір уақытта тұратын пәтер іздеу керек, менде уақыт жоқ деді. Байқағаным, ол басын алып қашу үшін түрлі сылтау айтты. Ал мен қалайда сол жігітке тұрмысқа шығуды ғана ойладым. Өйткені қатты сүйдім оны. Ертеңіне пәтер іздедім. Әкем бір сиырын сатып беріп жіберген ақшадан қалғаны бар. Соған бір бөлмелі пәтер жалдадым. Абайды сүйрелегендей боп жатақханасынан көшіріп әкелгенде өзім. Алғашқыда төсенішіміз де болмады. Ағаш еденге төсегімізді салып ұйықтап жүрдік. Ол да алыс жақтың басқа облыстың жігіті. Ол заманда ұялы телефон жоқ. Үйлендім деп үйіне хат жазып жіберді. Мен де ата-анама хат жолдадым. Тойымыз болмады. Өйткені Абайдың анасы басқа облыстың қызын әпермеймін, өзім қыз тауып қойдым деп жауап хат жолдаған еді. Ал менің әке-шешем пойызбен келіп кетті. Әкем байғұс бір сиырын сойып, тұздап, сүрлеп кептіріп әкепті. Ал шешем 2 көрпеше, 2 жастығын өз қолымен тігіп әкелді. Олар бақыт тілеп ауылға қайтты. Жүкті боп жүріп 4-ші курсты аяқтадым. Ал күйеуімнің оқуы 5 жылдық. Мен баламен үйде отырғанда Абай күнде оқуына барып келеді. Көбіне түнделетіп думанды ортада жүреді. Бітіретін жылы отырыс көбейді, сондықтан да түсіндім. Бірақ Нұргүлдің бөлмесінде түнеді. Отырыстан соң Гүлнұрды шығарып салуға кетті деген сөздер құлағыма жетіп қалатын. Бойдақтығын қимай жүргенін білем. Сабырлылық сақтадым. Қыз құмарлығына шыдадым. Бірақ пәтерақыны төлей алмай қиналғанымызда оның бейқамдығына ашуым келетін. Түнделетіп қыдырғанша жұрттар сияқты жүк түсіріп ақша таппайсың ба деп айтып қалатынмын. Жетіспеушіліктен жиі ұрсатынбыз. Көрші келіншектердің күйеулері де студент, бірақ олар кешке пойыздан жүк, көмір түсіріп ақша табатын. Ал менің күйеуім тым болмаса ауылындағы ата-анасынан ақша сұрамайды. Сонда бізді қалай асырайды? Кім ойлау керек? Амал жоқ, әкеме хат жазам. Ақша сұраймын. Кейін балам 1 жасқа толғанда оны көрші келіншекке тастап жұмысқа шығып кеттім. Күндіз мектепте мұғаліммін. Ал түнделетіп жақын жердегі жатақхананың еденін жуам. 2-ші балам дүниеге келді. Күйеуім 2 баланы асырауды емес, оқуын жалғастыруды ойлады. Ол аспирантураға дайындалды. Күнде кітапханаға кетеді. Қинала бастадық. Сол уақытта күйеуімнің әкесі қатты ауырып жатқаны туралы хабар келді. Бәрімізге пойызға ақша болмады да, ол жалғыз кетті. Арада 3 ай өтті. Хабарсыз. Кейде тағдырға өміріңді тапсырып, жай ғана тіршілік ете берген дұрыс-ау деп ойлап қоям. Мүмкін сол кезде мен оны ойламай, өз өмірімді сүре бергенде, мүмкін қазіргі Астанада тұрақтап қалар ма едім. 2 балам осында оқып, олардың да өмірі мүлде басқа болар ма еді. Бірақ ол кезде мен тек күйеуімді ойладым.
Хабар ошарсыз кеткен оны іздедім. 2 баламды жетектеп шалғайдағы бір ауылға келдім. Қайнатам тәуір, күйеуім дін аман. Олар мені келеді деп күтпеген секілді. Аң-таң болды. Енем мүлде жақтырмады. Күйеуімнің айтуынша анасы алдап шақырып қалаға жібермей қойыпты. 2 аптадан соң ғана көрші-қолаңды жинап, кішігірім етіп беташар жасады. Содан бері мен ауылдамын. 24 жасымда келгенмін. Қазір жасым 70-тен асты. 7 баладан тараған немерелерім бар. Шүкір деймін. Бірақ осы уақытқа дейін мен бақытты өмір сүрдім деп айта алмаймын. Үпір-шүпір балалардың тамағын, киімін табамын деп тынбадым. Үй шаруасынан да қолым босаған емес. Енемнің күңі болдым десем артық айтқаным емес. Енем марқұм 87-ге кеп қайтқанша мені қабылдай алмады. Мені баласынан ажырату үшін не көрсетпеді десеңізші. Неге сол кезде кетіп қалмағанмын деп кейде ойға шомам. Өйткені өмірім сол кісінің көңілін қалай табам деумен өтті. Күйеуден де рахат көрмедім. Қартайғанша жауапсыздығы, тек қараған басын ойлағайтындығы өзгермеді. Әйел құмарлығын да қоя алмады. Әу баста өзім тиіп алған, күйеуімнің сөзімен айтқанда тастап кетсе де іздеп келген, яғни өзім тілеп алған өмірім болған соң бәріне шыдадым. Енді балаларымның рахатын көруді жазсын Құдай. Бағаламаған адамға тұрмысқа шығудың қажеті жоқ екен. Жақтырмаған ененің көңілін аулаймын деп жастық шақты сарп етіп ақымақтық деп ойлаймын. Мен өз өмірімді сүрмедім. Ене мен күйеуіме қызмет етумен, солардың көрсеткен қиындығына шыдаумен қамшының сабындай өмірім өтіп кетіпті ғой. Өкінішті ақ.